Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді воздушный панкейктің рецептін ұсынатын боламын. Ол үшін видеоны өткізіп жібермей, соңына дейін қараңыздар. Бір жасағаннан сәтті шығатын рецепт. Міне осы жерде мен сүтке 4 дана жұмыртқа салдым. Бұл жерде мен 2 рецептті көбейтіп жасадым. Жартысын жасасаңыздар да болады. Сүтке жұмыртқаны салып араластырып аламыз. Кішкене үстіне шекер саламыз. Шекер, сұйық май салып араластырып аламыз. Негізінде бірінші кезекте жұмыртқа мен шекерді араластырып, үстіне сұйық май, содан соң сүт құю керек болатын. Мен бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай балапанмен жағаласып істеп жатырмын. Сол үшін бірінші ыдысыма сүтті құйып қойыппын. Сондықтан осылай жасауға тура келді. Болады, осылай араластырып аламыз. Үстіне ұнға разрыхительді салып, 3 бөлікке бөліп араластырып алатын боламыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Арасында комок қалмау керек. Міне осымен тестамыз дайын. Енді кезекте тапамызды қыздырып, үстіне құйып пісіріп ала береміз. Міне осылай пісіріп аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай точка-точка болып пісіп жатыр. Бұл дегеніміз өте әдемі болып шығады деген сөз. Сондықтан осы рецептпен жасап көріңіздер. Арасына банан немесе шоколад салсаңыздар да болады. Осылай барлығын екі бетін аунатып, қызарғанша пісіріп аламыз. Міне екіншісінде құйып жатырмын. Айранмен немесе сүтпен жасасаңыздар да болады. Мен бұл жерде сүтпен жасадым. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Содан соң үстіне малина немесе шоколадты ерітіп қойсаңыздар да болады. Мен қаймақпен ұсындым балапандарыма. Видео ұнаса каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.